Қалайсыз, дәрігер? Жақсы. Менің өткендегі тапсырған анализдерімнің қорытындылары шықты ма? Иә, шықты. Өкінішке орай. Анализдің қорытындысын алдық. Мінекейіңіз. Турасын айтқаны жақсы емес. Түсінбедім, дәрігер. Сіз бізге өте кеш келдіңіз. Ауруыңыз асқынып кеткен. Қолдан келер ешқандай шара жоқ. Дәрігер, міне саған ақша. Ақшаны алда, тез емдеуіңді баста. Мұны аз десең, тағы да келіп берем. Кешіріңіз, бұл ақшаларың сізге мүлдем көмектесе алмайды. Ашығын айтқанда, дертіңізге ешқандай ем жоқ. Шыныңды айтшы, дәрігер. Сонда қанша қалды? 2 ай уақытыңыз қалды. 2 ай? Иә, 2 ай. Балам, еш уайымдама. Анаң әлі-ақ тәуір болып кетеді. Сабырлы болайық, ә? Иә, әке, дұрыс айтасыз. Бұл ақшаларың сізге мүлдем көмектесе алмайды. Дертіңізге ешқандай ем жоқ. Ашығын айтқанда 2 ай уақытыңыз қалды. Ассалаумағалейкум, аға. Ауыр жағдайға тап болдым. Әйелім жол апатына түсіп, осы ауруханада өлім мен өмірдің арасында жатыр. Әйелімді аман алып қалу үшін қаржылай көмек көрсетсеңіз. Аға, мен анамнан айырылғым келмейді. Өтінем, көмектесінші, Алла разылығы үшін. Сен түсінбедің. Маған не дейсің енді? Бейшара. Кетші. Әке, бәрі дұрыс па? Дұрыс, балам. Еш жеріңіз ауырып тұрған жоқ па? Оң болған. Мен оған көрсетем. Балам, сен ол кісіге ренжіме. Алла оған иманын серік қылсын. Сабырлы болайық. Алла тағала сабырлы пенделермен бірге болады. Жүре ғой. Обработка селіп болды. Қызыма көмектесіңіздерші, өтініш. Температурасын тексеру керек. Өтініш, не болып жатыр? Қызым, көзімді. Жүрегі. Температура 36,2 болды. Өтінем, неге есін жемай жатыр? Көмектесіңіздерші, өтінем. Айта бер. Басеке қайдасыз? Не бол? Сізді жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қызметкерлері тұтқындауға келіп тұр. Өткендегі бойынша. Жетпеген осы еді, қазір барам. Алло. Системаны жолдаймыз. Жомарт, қайдасың дейм? Қайдасың, қалай? Жолдамын. Қызым сесісіз жатыр. Жаңа үй жақтағы качереден құлап қалды, өтінем, тез жетші. Орталық ауруханаға бара жатырмыз. Қазір барам, қазір. Қызым, күнім, есіңді шеш. Көмектесіңіздерші, өтінем. Қызым дей бірдеңе деші. Жалына бірдеңе істеңіздерші. Қызым, отам. Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Қатал тағдырға қарсы келе алмадық. Сіздерден кешірім өтінеміз. Жоқ. Өз-өздеріңізге бекем болыңыздар. Олай демеңші. Жоқ!
Жоқ. Жоқ. Нұрдәулет. Нұрдәулет, тұр дейім. Нұрдәулет. Ей, Саған бауырым. не болды? Тұрсаш. Ей, бауырым. Тұр. Бауырым, тұр. Не істедіңіз? Қарындас, қазір. Алло. Жомар. Нұрдәулет, тұр. Ей, не дейсің? Қыздар айырылып қалды. Не дедің? Ей! Аға, А, кешіріңіз. Алла разылығы үшін жәрдем беріңізші. қазір. Мұсылмандар әрдайым бір-бірімізге жәрдем беріп, көмектесіп жүргіміз керек. Мінекей мына жерде евро 10 мың, 20 мың ақш доллары. Сіздің келіншегіңіздің операциясына жетеді деп ойлаймын. Ең бастысы мынандай ұлыңыз анасыз қалмасын. Алла сізге разы болсын. Бұл ақшаның енді маған керегі жоқ. Игілігіңе жарат, бауырым. Алла шипасын берсін. Алла разы болсын сізге. Алло, Жансейіт, айта бер. Басеке, сүйінші хабар. Иә, жаңа банктен хабарлама келді. Біздің есеп шотқа 1 миллион ақш доллары аванс ретінде бөлінді. Не дедің? Қай компаниядан түсті? Өткендегі Қытай компаниясынан. Ай, бәрекелді. Біздің шығарған өнімдер олар үшін өте сапалы болыпты. Жансейіт. Сен тыңда. Ол қаражаттың жартысын жаңағы мешіт, медресе салуға және де жетім балаларға, содан соң Жағдайы төмен отбасыларға жұмсаңдар жарай ма? Басеке, бұл өте көп емес па? Бұл фирманың ақшасы ғой. Ей, Жансейіт, сен не деп тұрсың? сен тыңда. Қайырымдылық жасау әрбір мұсылманның міндеті. Түсіндің бе? Болды, Басеке, түсіндім. Айтқаныңыз болсын. Жомарт Серікұлы, сәлеметсіз бе? О, Төлеген Мұратұлы, сәлеметсіз бе, тыңдап тұрып? Сіздің анализдеріңізді қайта тексеруге жібердік. Қорытындысы қуантарлық. Сіздің денсаулығыңызға ешбір қауіп жоқ. Жай көп жұмыс жасағаннан нерв жүйелер шаршаған. Сізге көбірек демалу керек. Алланың құдіретінде шек жоқ қой. Мынауыңыз жақсы жаңалық екен. Жомарт Серікұлы, сізден кешірім сұраймыз. Жоқ, оқасы жоқ. Қайта сіздерге рахмет. Сау болыңыз. Жарайды, сау болыңыз. Ауырмаңыз. Қызым, міне папаңа звондадым. Алло, Иә, қызым. папа қалайсыз? Жақсымын, жарқыным. Жаным, алтын қызым. Біз сізді анашым екеуміз күтіп отырық қой саябақта. Не дейді? Қазір келем, қызым. Қазір барам. Қызым, Саған алған тосын сыйым бар. Папа, мен сізді жақсы көрем ғой. Мен де сені жақсы көрем, алтыным сол. Тезірек келіңіз. қазір барам ботам. Жүрегім сол.
Сізге Алла разы болсын. Үнемі қол ұшыңызды созып, бар көмегіңізді аямайсыз. Рахмет сізге. Алланың нұры жаусын. Ал өткенде берген қаражатыңызды әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға және де ата-анасынан айырылған балаларға, сонымен қатар медресеміздегі шәкірттеріміздің қажеттілігіне жұмсадық. Рахмет сізге. Менің жеке аты жөнім айтылмаған шығар? Жоқ, өзіңіз айтқандай жария етпедік бәке оны. Мешітіміздің жеке шотына қосымша қаражаттар аударып қойдым. Алла разы болсын. Енді өзіңіз қажет жерге үлестіріп бересіз ғой? Әрине. Мен қайырымдылық жасаған сайын менің кәсібіме де береке кіріп, Аллаға шүкір ұлғайып келеді. Хадисте айтылған, берілген әрбір садақа келе жатқан бәле-жаладан құтқарады, және де ауру сырқауды қайтарады. Сонымен қатар ақыретте жәннатқа жол ашады деген. Алла разы болсын сізге. Рахмет. Алла сізге де разы болсын. Осыдан бірнеше жыл бұрын үй жайымнан айырылып далада қалдым. Оның үстіне әйелім де жол апатына түсіп, бір өлім аузынан қалды. Алла тағаланың бізге берген сынағына ұлымыз екеуміз сабырлық сақтап, шүкіршілік еттік. Не істерімізді білмей, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар айтып, Аллаға дұға жасап, жәрдем сұрадық. Сонда ауруханадан шығып келе жатқан бір ауқатты кісіден ұлымыз екеуміз қайыр сұрадық. Басқа амалымыз қалмады. Сонда әлгі кісі аты жөнді білмеймін. Алланың қалауымен бізге қомақты қаражат беріп кетті. Алланың әмірімен әйелімде сауығып, ауруханадан шықты. Қалған қаражатқа кәсіп аштым. Аллаға сансыз шүкір. Кәсібімде берекелі болып, ұлғайып келеді. Содан бері ол кісінің аты жөнін білмесек те, әр намазда отбасымызбен ол кісіге дұға етіп тұрамыз. Ассаламу алейкум аға. Келіңіз. Уалейкум ассалам болды ке. Рұқсат па? Әрине рұқсат. Мен зекетімді беріп кетейін деп келбедім. Ниетіңіз қабыл болсын. Қазір күте тұрыңыз, е? Жарайды. Кешірім өтінем. Сіз мені танымадыңыз ба? Жоқ, танымадым. Оң қолыңмен жасаған жақсылықты сол қолың білмесін деген осы екен ғой. Адамзаттың асылы, ардақтылардың ардақтысы, екі дүниенің сардары, пайғамбарлардың мөрі, Хазіреті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам, садақа беруге асығыңдар. Өйткені апат садақадан озалмайды. Садақа мал дүниені кемітпейді, керісінше оны молайтады деген. Садақа қайырымдылық істердің бастауы. Бұл жақсылықты жасай отырып, біз Алладан еселенген сауаптар аламыз. Жасырын берген садақа Алланың ашуын қайтарады. Садақа береке кілті. Садақа жәннатқа апарар жол.